мені сондай неге ұнамағанынан бастайсыз? Ұнағанынан бастап осы жерге келіп, романтика емес пе, студияның қақ ортасында сізді алып кетті сұрап кездесуге? жоқ, енді келіп былай грандиозный енді алып кетті ғой. Иә? Енді шыққаннан кейін мен ойлағам енді бірдеме может планы бар шығар, бір жаққа баратын шығармыз. Өйткені бірінші кездесуіміз тоже план болған жоқ, қайда баратынымызды. Мен ғана жүріп жүрмін да, сұрап жүрмін, қайда барамыз, не істейміз, бүйтейік, сөйтейік. Осы кісіден ондай жоқ екен. Кеше сұрап жатырмын, қай жаққа барамыз деп сұрадым. Сразу, қай жаққа барамыз? Жоқ, тұр, білмеймін дейді. Жарайды, онда тамақтанып жеп алайық дедім. Сосын тоже мен енді өзім картаны ашып, жер тауып алдым. Сөйтіп, мен ауырып жүрмін негізі, Балауса ханым. Және де маған көп жаяу жүруге болмайды. Сол 900 метр үстіге көтеріліп бардық енді тамақтанып. Сосы маған ұнамады, маған білмеймін енді. Бірінші кездесуде де мен де оған айтқам, неге сіз пландамайсыз? Өйткені маған сондай ұнайды да, заранее пландап, маған айтып, мұнда барамыз, мұнда барамыз, мұнда барамыз, все. Ол кісіден ондай болған жоқ. Жақсы, бардыңыздар. Я Рүстемнен сұрақтары бір түрлі бар ғой. Кеше менің басым қатып кетті, Балауса ханым. Неге? Айтайыншы. Басыңыз қатып кететіндей не сұрақ қойылды? Жоқ, Балауса ханым, жарайды көп сұрақтар қойса, бір нормальный сұрақтар қойса, жарайды да. Бірақ бет алды болмайтын сұрақтар ғой. Опять-таки біздің арамызға Бекзаттың темасын жаптық қой, біз негізі мәселені жаптық. Бәрі нормально. Бірақ сен неге Бекзаттың қасында отырасың, сен неге бүйтесің, сен неге сөйтесің. Мен айттым, бізге әлі ерте ондай сұрақ қоюға. Орын бос болды, жай ғана отырдық сөйтіп дедім. Жай ғана бос орынға біз сөйтіп отырдық. Күнде бос екен, иә, орындарыңыз, қастарыңыз. Я, сен неге Бекзатқа сөйтіп қарайсың, Бекзаттың қасында отырасың. Мен оған түсіндірдім, көрсеттім де. Мен айттым, мен Бекзатпен сөйлеспеймін мүлде. Менде Бекзат блокта тұр, білмеймін, мен онда блокта тұрмын жоқ па, бүкіл жерде блокта тұр менде Бекзат. Мүлдем Бекзатпен біз сөйлеспейміз, хабарласпаймыз, ол маған да хабарласпай жазбайды, мен де оған хабарласпайым жазбаймын, ешқандай контакт бізде жоқ. Кеше сізге де соны айта кететін болдым. Енді мен жалғастыра кетейін. Біздер пятница күні эфирден шыққан бойда мен оған жазып жіберемін Индираға. Индира, бәрі жақсы ма? Бүгін ертең шығып кешке кино қарармыз деп. Осы Индира маған ответ қайтармады. Пятница күні кеште ответ қайтармады, суббота ответ қайтармады, воскресенье обедке тамақ жазып тұр, типа для галочки. Понедельник, если бізде осындай эфир болатын болса, мен де Рустем саған жаздым, сен неге маған жазбадың деген сияқты. Мен өйткені воскресенье күні жазып жібердім, редакторларға айттым, мен ауырып жатырмын дедім. Сосын понедельник маған жазып жіберді, жігіт болатын болсаң, сен маған сезімің жоқ, анау мынау. Сосын барып мен айттым, Индира, мен действительно қазір ауырып жатырмын, менде қазір телефон қарайтын халім жоқ. Сосын барып өзімді енді мен үміткер болып келгеннен кейін енді қызды бір жерге апару обязанность қой маған. Сосын барып тұрдым да салқын душқа түстім, өзімді есім жиын деп. Сосын барып мен жазып жібердім Индираға. Кетті, ладно, онда киноға барып келейік, қалай. Өзінің мнением бар шығар, может басқа жаққа отыруға болады. Мына жерде қырғын столда тұр, неге шет жаққа отырмайсың? Неге именно сол жерге отырасың сен? Ұнайды маған сол орын, отырамын мен сол орында. Қасымда кім отыр, менің шатағым жоқ, кім менің қасымда отырады. Маған сол жер ұнай ма, мен отырамын. Мен саған кеше де сөйтіп түсіндіріп айттым. Және де Балауса ханым айтады ғой, сен мені игнорировать еттің. Ондай болған жоқ. Сіз маған пятница кешке жаздыңыз. Мен үйге барып сразу ұйықтап қалдым, Балауса ханым ауырып. Мен не так скорый, мен больницамен алысып жүрген. Келесі күні мен сізге келесі күні ол мені игнорировать етті 2 күн. Уже эфирға шығара алдым, мен оны енді айтып жатырмын воскресенье. Қалайсы сол кезден ғана, вот матчтары болды ғой как раз. Вроде бы, я. Сол кезде мен сізге тоже жаздым ғой. Типа, сіз неге маған жазбайсыз өзіңіз, неге кездесуге шақырмайсыз? Матчтың қандай қатысы бар? Сол кезде жазған болады. Матчта Бекзат болды ғой, Балауса ханым. Мен соны айтып отырмын. Жоқ, мына жерде зачем ол эфирға ойнатып, Индира? По факту қалай бар, солай айтшы. Мен саған пятница күні кеше жаздым. Сен маған факт, суббота ответ қайтармадың. Пятница күні для то есть воскресенье сен маған для галочка жаздың. Нақты сен для галочки жүрсің. Мен для галочки жүрген жоқпын. Мен саған басында кездесуге бірінші кездесуге Басылыңыздар. Айғаламай сөйле маған. Сабырға келейік, Индира. Сіз де кінәлісіз. Мен сіздің позицияңызды мүлдем түсініп отырған жоқпын. Үміткер күтіп отырған сіз. Жоқ, Балауса ханым. Рүстем алып ұшып келді. Кеше кездесуіне шақырды, жазатын жазды. Мен кеше сізге осы жерде айттым ғой. Сіз неге қарап отырсыз Бекзатқа деп. Себебі сіздің көзқарасыңыз маған оғаш болып көрінді.
Рүстемнің ренжитін орны кіргеннен кейін кездесуге алып келейін деп келіп тұрсам, мынау кімнен рұқсат сұрап отыр деп қарайтын орны ғой. Ал сіздің айтып отырғаныңыз қазір. Сіз матчты айтып кеттіңіз. Не шаруа сізге? Сізге келіп тұрған үміткермен байланыс болу керек емес пе? Және жаздым деп отыр. Сіз неге жауап бермедіңіз? Мен жауап бердім Балауса ханым. Мен айттым, жұма күні мен ауырып қалдым, мен больницаға. Одан кейін киноға шақырдым деп жатыр. Шақырды, одан кейін мен жазғаннан кейін Балауса ханым шақырды. Менде бүкіл сообщениялар бар, мен ашып көрсете аламын. Көрсетейік онда. Сіз жазғаннан кейін болғанда ең бірінші бұл кісі жазды ғой. Енді келгеннен кейін нормальный бір сыйластықпен бастап жақсы әңгімені айтып бастаудың орнына келді да бірден ұнамайды деген әңгімеден баставатсың да Индира. Мен шындықтан бастап жатырмын. Енді шындық, енді ұнамаса осы уақытқа дейін неге жалғастырып жүрдің, неге қайтармайсың енді? Ұнайды деп айтам ба, кешегі мәселені айттым ғой Нұржан. Кеше не болды, мен соны айттым. Осы уақытқа дейін мен осы адамды жақтап отырдым, мақтап отырдым, сыйлап отырдым. Мына жақта айта кетейінші. Алжан. Қош келдің, ассалаумағалейкум. Уалейкум. Нұржан, естіп отырсаң, негізі қыздар мынандай нәрсені қалайды да, кеше күшті кірді, дұрыс па? Күшті кіргеннен кейін жігітте пландар болды деп айтып отыр ғой өзі, дұрыс па? Енді қыздарға мынандай нәрсе ұнамайды. Жігіт қыздан сұрамау керек, қай жерге барамыз? Бүйтеміз бе, сөйтеміз бе деп. Планмен келу керек та, осы жерге барамыз. Жігіттен сол нәрсені күтті Индира. Қазір бауырым айта салайын. Индираның мен бір шетінде Нұржанды сөзі бар деп ойлаймын. Саған Бекзат ұнай ма негізі? Бірақ сенің типажына жігіт бойы ұзын деп жатсың, дұрыс па? Сен өзің типажыңа қарсы келіп жатқан жоқсың ба осы жерде? Индира айтты ғой, Индира жауабын берді ғой. Маған Бекзат ұнамайды деп айтып. Балауса ханым маған да айтып жіберді ғой, жігіт білмейді қайда баратынын деп. Мен де айтып тұрмын ғой, план совсем был другой, басқаша план болды менде қызбен кездесуге. Мен қалай келдім, содан кейін что-то Бекзатқа қарағанда настроение түсіп кетті де, мен содан кейін өзіне сұрадым. Индирадан, сіз қайда барғыңыз келеді деп. Ол айтты, мен ауырып қалдым, мен ет жегім келіп тұр деп. Содан кейін біз сонда бардық. Балсыған. Ринат. Мен мына жерде Балсыған саламатсыз ба? Қош келдің, ассалаумағалейкум. Мен мына жерде Ғалымжан сен өзіңді түсінбей тұрмын. Мына жерде ше, жаңа жігіт айтып жатыр мысалға деймін, кездесу болды, бірақ өзінің андай несіне қарап, мен анжы осы аяққа бардық деп тұр ғой. Ғалымжан просто андай да, сені де білеміз, Индирада көңілім бар екен деп, өз бойыңда не істеп, андай не істей бермей ақ қой. Ол по-любому Бекзаттан ешкім астап кете алмайды, Балауса ханым. Өйткені жаңа айтып отыр, понедельник күні. Ғалымжанның көңілі бар дейсіз ба Индирада? Ол айдан анық нәрсе, Балауса ханым. Индираны бұл күште жағалап жүр. Көңілі бар дейтіні мен не істеп жүр екен? Жоқ енді, андай да, просто... Бұл жерде ауыз бар деп негізі сөйлей бермекші. Если мен көңілім болатын болса, мен істейтін нәрсені істеймін. Ғалымжан, сөзің алдында сөйлей олай, Ғалымжан. Сен сөзін ешқашан бөлмейміз ғой біздер сөйлеп отқанда. Просто жаңа айтып отыр, понедельник күні қайтарған жоқ, мячқа барды, иә. Бірақ ол күні Бекзатқа кімді? Индира ханымды Бекзаттың өзі шығарып салған болатын. Дұрыс па? Сол себепті ол үміткеріне не қайтарған? Ол қай кездегі әңгіме? Бірінші күні, матч күні. Матч күні, иә. Матч күні қалай мені шығарып салды? Жоқ, Балауса ханым. Матчтан кейін біз бәріміз бір машинада отырдық. Сояқта Гаухар ханым болды, Ақерке болды, Нұржан болды, Бекзат та болды енді, Жанибектің досы. Андай ғой, Балауса ханым, мен просто Индираны түсінбей жүргенім бар ғой, Индира. Егер де үміткеріңе ешқандай көңілің жоқ, мысалы деймін да, көңілің бұрмайды, көңілің сен бұратын Бекзатқа, мен просто айтарым просто. Босқа үміткерді үміттендірмей ақ қой. Лучше екеуін қосылғандарын дұрыс болады. Ол сендегі блокта деген ол тек ашейін сөз ол. Просто бля галочка, блокта дейсіңдер, болды. Бірақ сендер өшеде Балауса ханымға өлтіріп тұрып бәрің обещание бересіңдер. Именно бірақ соны істемейсіңдер, құлаққа келіп тебесіңдер арада. Алдарында бір 5 жасар бала отқан жоқ Балауса ханым. Күнделікті көріп жүрген адамдарымыз ғой. Қайда сырласасыңдар, отырып бір-біріңе шиқ-шиқ әңгіме айтасыңдар. Болды ағатай енді. Просто кино ойнау жоқ өзің сөз. Ринат, сөзіңізді бөлейін, енді шынымен де шығарып салды ма жоқ па, қазір өздерінен сұраймыз. Бізде жарнамадан кейін жалғастырамыз.